Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен гүлім. Бүгін осындай дәмді қытырлақ чебуректер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек қайнаған суымыздың үстіне тұз, күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды табамызға саламыз. Жаңағы стақандағы қайнаған суымызды біртіндеп осы ұнның үстіне құя бастаймыз. Суымыз ыстық болғандықтан басында міндетті түрде қасықпен араластырып аламыз. Біраз уақыт өтіп суығаннан кейін қолымызбен қамыр илей бастаймыз. Міне осындай қамыр иледік. Қамырымыз қолымызға жабыспайды, өте жұмсақ. Бұл қамырды салафанға салып, жарты сағатқа алып қоямыз. Салмасына керек заттар ет, сарымсақ, тұз, бұрыш. Барлығын жақсылап араластырдық. Жарты сағат өтті, қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспайды. Енді осы қамырды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Үстел үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаямыз. Менде 9 бөлік шықты. Қамырымыз міндетті түрде өте жұқа болуы қажет. Осылай қолымыздың көмегімен барлық жерін жақсылап жауып шығамыз. Артынан түзулету үшін осылай тарелканың көмегіне жүгінеміз. Осылайша вилканың көмегімен де сәндесеңіз болады. Және де бұны майға қуырған кезде ішіндегі суы ағып кетпейді. Міне осылайша өте әдемі чебуректеріміз дайын болды. Енді қуыруға көшеміз. Бар жоғы 1-2 минуттың ішінде осылайша қызарып піседі. Қызарғанда бірден майдан алып шығамыз. Чебуректеріміз дайын, астарыңыз дәмді болсын.